Алматының дәл ортасында 19 ғасырдың сәулет өнерінен көрініс беретін мынандай әсем ғимарат тұр. Бұл Ахмет Байтұрсынұлының тұрған үйі. Бұл жерден Ахмет Байтұрсынұлы халық жау атанып ұсталып та кеткен. Ал жалпы үйдің өзінің тарихы да тартысқа толы. Соның мән-жайын білмес бұрын атамыздың аруағына тәу етейік. Мен бұл жолы әйел әлеміне осындай жанкешті кейіпкерді түсірдім. Кейіпкеріммен 1,5 сағат сұхбаттастым. Таңғалғаным, сол 1,5 сағаттың 6 минутқа жетер-жетпес бөлігінде ғана ол өзі туралы 2-3 сөз ғана айтты. Бір тұлға, бір тақырыпқа осынша берілу, тіпті өзін ұмытып, ғұмырын арнау. Неткен жауапкершілік, неткен адалдық, неткен табандылық. Қанша жыл өміріңіз музейде өтті? Есептей беріңіз, 24-інде келдім, қазір 56-тамын. 32 жылым өтті. Шаршаған жоқсыз ба? Ахмет Байтұрсынұлы музейінде шаршау мүмкін емес. Алаш арысы, қазақтың бір туар арда азаматының бірі Ахмет Байтұрсынұлы және әйел әлем бағдарламасы. Екеуінің арасында қандай байланыс бар деп отырған шығарсыздар. Біз бүгін осы музей үйдің директоры, бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Райхан Имахамбет жайлы айтқымыз келеді. Ол кісінің бұл жерге сіңірген еңбегі орасан зор. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көргенімізге қуаныштымыз. Ахмет атамыздың есігі қашанда ашық, төрлетіңіз, жүріңіздер. Бұл үйде Ахмет атамыздың өзі тұрған. Осы үйде 1934 жылдан 37 жылдың аралығында тұрған. Мына бірінші залымыз қайта оралу деп аталады. Ахмет атамыздың ұлттық рухтың ұлы түнінің оралғандығы туралы тақта. Бұл жерде 3 арысымыз тұр: Ахмет және Жүсіпбек, Мағжан. Онан кейін ол кісінің жұбайы, өзі және қызының ақталғандығы туралы, Шолпан. Жұбай Шолпан да ақталды. Өйткені бұл кісі де халық жауының қызы ретінде 2 рет жер аударылып, 2 рет түрмеге түскен. Райхан Имахамбет Ахмет Байтұрсынұлы мемориалды музей үйінің жетекшісі. Ол мұндағы әр экспонатты, әр құжатты тірнектеп жинаған. Осы музей үйді жасауға, сақтауға бар күш жігерін төккен. 32 жыл ғұмырын сарп еткен. Мұндай жанкештілікке баруының себебі аманат жүгеді. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының қызы Шолпанның аманатына адалдық еді. Ахмет Байтұрсынұлы музейіне келуді мен жоспарладым деп айтсам, ол жалған. Шын мәнінде кездейсоқ келуіме себепші болатын. Өздерің сияқты тілші болып жүргенде Ахмет Байтұрсынұлының қызынан сұхбат алып келші деп Сайын Мұратбеков Халық конгресі газетінде жұмсаған болатын. Сол Халық конгресі газетінде жұмыс істеп жүрген кезімде Ахметтің қызы Шолпаннан сұхбат алу бақыты бұйырды. Осы сұхбаттан кейін Шолпан апаймен ұзақ сырласқанның себебі болу керек деп ойлаймын. Апай бір күндері маған өзінің жиған тергенін бір папкілеп отыр екен, сол 4 папкасын ұсынып, қызым қарапайым, қоңыр мінезді қыз екесін ауылдан шыққан. Менің әкем ақталып ортаға қосылып жатыр. Сен енді соның ашылып жатқан музейіне қызметке бар. Бір бұрышында жүрсең де, менің мына беріп отырған құжаттарымды сақта. Мен саған сенейін, үміт артайын деп аманаттады.
Міне осы аманат Райхан Имахамбеттің арман жоспарын басқа арнаға бұрды, өмірін түбегейлі өзгертті. Негізі арманым елге отырардың тумасымын, елге барып, мектепте мұғалім болу еді. Көп ұзамай мен практика басталды, өзі Абай атындағы университеттің қазақ тілі мен әдебиетін бітіргенмін. Сол жаңағы Ахмет Байтұрсынұлының туысы, Самарат ағайдың баласы, Қажы Мұхаммед Айтбасов атындағы мектепте басшылық қызметте істейтін. Шолпан Ахмет қызының ұсынуымен Райхан Сақыбек қызы осы мектепке мұғалім болып орналасады да, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қоғамдық қорға қарасты музейде ғылыми қызметкер ретінде жұмысқа кіріседі. Біз келгенде оның ішінде түкте жоқ болатын. Мен сол Ахмет Байтұрсынұлының жиені болып келіп, Айман Байсалова апай екеуміз бардық. Үйдің ішінде 4 бөлмелі, аңдағандарыңыздай. Сол 4 бөлменің 2 бөлмесінде Ахмет Байтұрсынұлының өміріне қатысты газеттің тігінділері, сол кезде 88-ден бері қарата шығып жатқан газеттің өзінің сол кісіге арналған, тұлғаға арналған бетін рамкаға салып, солай қойған екен. Ал 2 бөлмесі сол музей үйді ұстап тұру үшін, коммуналды қызметін өтеу үшін болу керек, асхана ретінде қолданылған және бары бар екен. Ол менің көңіліме сондай бір қаяу салды, өйткені сондай тұлғаның үйінің жартылай мардымсыз архивтік деректерге жатпайтын, тек газет тігінділері, газет қиындыларының тұрғаны, сосын жаңағы Самарат ағайдың өзі өміріне қатысты бір тарихи маңызы бар суреттер ол кісі үшін де, біз үшін де солар ғана ілулі тұр екен. Ахметтің 2 суреті, оның бірі сол Шолпанға сыйға тартылған сурет, бірі сол Ахмет Байтұрсынұлының жиені Бәкібай ағай Бейісов деген сол кісіге сыйға тартқан кіші ғана рамкаде портрет болды, басқа ештеңке жоқ еді. Сондықтан мен жұмысымның пісміласын баяғы Шолпан апай берген құжаттарды ақтара отырып танысып, сол архив деректеріне ден қою арқылы бұл кісінің музейін жасақтау үшін қандай зат керек деген жоспарды алға қойып, нені қай жерден қалай тірнектеп жинау керек. Сонда біздің бірінші көзімізге түскен сол мемлекеттік архив және орталық музей бар емес па, соның ішінде де соның сирек қорында Ахмет Байтұрсынұлының өміріне қатысты суреттер және ол кісі сол жерде өмірінің соңғы кезінде ғылыми кеңесші болып істеген сондай құжаттарды жинақтаудан бастадық. Менің Райхан Сақыбек қызымен таныстығым тікелей осы Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінен басталды. Әлі бір есімнен кетпейді, ақпан айы болатын, студенттерді жаңағы мұражайға алып келген кезім. Айман апай барып болатын, Ахмет атамыздың немересі. Осы келіп, өзі келіп, мұражайдың есігін ашпақшы болған кезде ол кісі аша алмады. Мен де жаңа көмектестім, студенттерді шақырып көмектестік. Мен бұны неге мысал етіп айтып тұрмын? Сол кездегі жаңа қыстың суығынан мұражайдың есігінің өзі жаңа қатып қалып тұр ғой. Соншалықты жаңа мұражайдың өзінің басынан қиыншылықты өткерген кезі. Енді осындай қиын кезеңде бұл мұражайға нағыз жанашыр адам, ештеңеден қайтпайтын, осыны сүйетін, осы үшін бәріне де көнетін адам керек болды. Міне тура бір сондай адам, сондай тұлға, сондай ғалым осы Райхан Сақыбек қыз деп айтсам артықтық етпейді. Қазір сізбен біз барып таңырқап тамашалап жүрген ұлт ұстазы тұрған үйді Райхан Сақыбек қызы осындай қара еңбекпен, маңдай термен жасақтаған. Бүгінгі күні музей үйдің ішкі көрінісі, атмосферасы, мазмұны, алаш ардақтылары өмір сүрген дәуірді көз алдыңызға келеді. Сол дәуір, сол тарих туралы мол мағлұмат береді. Мынау Ахметтің Орынбордағы мектепті бітірген кездегі берілген куәлігі. Туған жерінен келген үйдің, Ахмет Шіреті дүниеге келген үйдің кесегі және топырағы, сол даланың, сар даланың, Сартүбектің жусаны мен адыраспаны. Ахмет Байтұрсынұлының өзі ұстанған, бұны жұбайы Ахмет Байтұрсынұлы кезекті бір халық жауы ретінде ұсталған кезде артынан іздеп бару үшін көршісіне сатқан екен. Қалай осы музейге келдіңіз? Бұл музейге келуінің себебі Ахмет Байтұрсынұлының есімі ақталғаннан кейін осы телеарналар, бақ құралдары арқылы Ахмет Байтұрсынұлының дүниелері ізделе бастады ғой. Сол кезде мұны естіген жаңағы Мағрипа деген анамыз өзінің қызына табыстап, ол
кісі 98 жылы 125 жылдықтың құрметінде музейге табыстады. Биыл музей үйдің ұйымдастырылғанына 30 жыл болады. Бірақ осы 30 жылдың ішінде алаш қайраткері тұрған үй небір қиындықтардан өтті. Кейбір елдерде халқына қызмет еткен тұлғасынан бір жапырақ орамал, жарты түйме қалса да, мемлекеті оны баға жетпес байлыққа теңеп, барын салып қорғайды. Ал Ахмет Байтұрсынұлы сынды ғұмырын ұлтына арнаған ардақты азамат тұрған бүтін бір үй ешкімді алаңдатпады. Райхани Махамбеттің жанына батқан да осы жайт болатын. Сондықтан да ол аянбай күресті. Нәтижесінде бір дәуірдің ескерткіші, тұтас тарихтың куәгерін сақтап қалды. Осы Ахметтің үйін табу үшін жаңағы қызы Шолпан және оның замандастары бірге әрекет етеді. Жалпы Алматы қаласында Ахмет Байтұрсынұлы тұрған 3 үйдің орны дерегі архив құжаттары негізінде табылған. Бірақ өкінішке қарай 2 үй жаңа құрылыс түсуіне байланысты сүріліп кеткен екен. Музей үй болды, бірақ музей үй қараусыздау, күй жай күй жоқ еді. Ахмет Байтұрсынұлының есімі 1988 жылдың 4 қарашасында ғана ақталды ғой. Арада 5 жыл өтіп кеткен. Сонда ғана Ахмет Байтұрсынұлының музей үйін ұйымдастыруды қолға алған. Шешім болды, бірақ ол іс-әрекетке көшіп, музей үй ретінде мойындалмаған екен. Себебі Ахмет Байтұрсынұлының қызы мен көрген кезде ол кісі сырқат болды. Сол 93 жылдың 94 жылына қараған қараша айында ол кісі қайтыс болып кетті. Ал 94 жылдың тамыз айында ол кісінің туған інісі, Шолпанның туған інісі Самрат ағай Ахмет Байтұрсын ұлы атындағы қоғамдық қор құрған екен. Сол қорға жаңағы мұражайды тегін сол кездегі әкімшілікте басшылық жасаған Шалбай Құлмаханбет болған. Сол Шалбай Құлмаханбет сол кісіге сыйға тартқан екен. Сөйтіп Ахмет Байтұрсынұлының мемлекеттік музей болу ұйымдастырылуы тиіс мекемесі осылайша жекеменшіктің құзырына өтіп кеткен. Самрат Кәкішев үйді жекешелендіріп алған соң көп өмір сүрмеді. 1997 жылы көз жұмады. Бұл кезде елдің экономикалық, әлеуметтік ахуалы да қиын еді. Осындай қат-қабат себептерге байланысты Ахметтің үйін жоқтайтын жан болмады. Самрат ағайда өмірден озғаннан кейін ол кісінің кіндігінен балалар бар, бір ұл, 2 қызы бар. 2 қыздың бірі Ресейде, бірі осы Алматыда болды, ол кісі де қайтыс болды. Ол кісілер орыс тілді ұрпақ болғандықтан Ахмет Байтұрсынұлының мұрасына етене кіріп кете алған жоқ. Және қазақы орта, қазақы қоғаммен оларда қарым-қатынас болған жоқ. Ал Шолпан апа қайтыс боларының алдында жаңағы берген құжаттарын біз ол кезде Алматыға бізде бір кіргіп кеткен жоқпыз. Алматыда бізде қонақ сияқты пәтерден пәтерде жүрдік. Ұлт ұстазының 125 жылдық мерейтойына орай музейге жөндеу жұмыстарын жүргізу туралы үкімет қаулысы шығады. Бірақ аққу көкке, шортан көлге, шаян шөлге тартадының кермен сол кездегі 3 түрлі министрліктің ісі мен сөзі бір арнада тоғыспайды. Зардабы тағы да Ахметтің музей үйіне тиеді. Жұмыс аяқсыз қалады. Алматы шаһарының қақ ортасында тұрған музей не ауыз суға, не кәріз суына жарымайды. Тіпті жарығы да жағылмайды. Зау өтіп 125 жылдық өте шықты, бірақ музей мемлекеттік статус алмаған, сол частный дейді ғой, жекеменшіктің құзырында қала берді, ал жұмысында штат жасақталған жоқ. Ал жалғыз адамға ол жұмысты алып жүру мүмкін емес еді. Музейден кеткім келген күндері де болды. Өйткені өзіңіз ойлаңыз, жұрт бұл жерден бір рухани баю үшін келеді, а сенің оларға ұсынатын ештемең жоқ та, өз деңгейінде. Ал сен жалғыз отырасың, есігің алды қоқып жатса, мына жақта түзге шыққысы келіп жатқан кезде сен оған ондай орныйды ұсына алмасаң, барлығы істемей тұрса, оған өзің де бірге қоса қиналасың ғой. Марқұм анамның айтатыны бар еді, анам ол кезде жас еді мен бұл жұмысты бастағанда. Қызым, үй жағыңа
қызмет істесең де, үйде отырсаң да, сырттан келе жатқан қонақ ана табалдырықтан даланың ауласынан сынайды, айналаң таза болсын дегенге намыстанған жоқпыз. Намыстанатын дүние емес, өйткені Ахметтің тағылым мектебі деп қабылдайтын аула шашылып жатпасын деп сыпыртқыны да ұстадық, еденді де жудық, керек кезінде әйнекті де тазаладық. Бірақ бұл жұмыстың барлығында мен қазір туыстарыма көп рахмет айтам. Олар да жас болғанымен майда балалар мектеп жасындағы барлығы да көмектесті. Елдің ертең үшін аянбай қызмет қылған Ахметтей ұлы тұлға тұрған шаңырақтың осынша аянышты күйі Райхан Сақыбекқызын күйзеліске түсіреді. Ол үкіметтен де, Ахметтің туыстарынан да көңілі қалған сәттер болғанын айтады. Сөйтіп, Ахмет Байтұрсынұлы қоғамдық қорының президенті Серік Самратұлына ашық сұрақ қояды. Серік Самратұлы, сіз бізді Ахмет Байтұрсынұлы музейін ұстап тұруға сіздің қоғамдық қорыңыз қауқарсыз екен. Ендеше сіз бұны неге үкіметке өткізбейсіз? Өйткені Ахметтің алдындағы Абай, Ыбырай, Шоқандарды алыңыз, үкімет деңгейінде музейлері көпке қызмет етіп отыр. Ал одан кейінгі ұрпақты алыңыз, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, олардың да музейі. Тіпті кешегі мемлекеттік қайраткер Қонаевтың музейін қараңызшы. Алматы қаласында қаншама музейлер бар. Тура сол сияқты өмір сүруге сіздің атаңыздың да музейінің құқы бар ғой. Сіз ұстап тұра алмайсыз ба? Түгел беріңіз десем, ол кісі жоқ, бұл менің әкем жасаған дейді. Сосын мен айтам, сіздің әкеңіз емес, бұны жасаған бірінші Ахметтің қызы Шолпан. Дәл Шолпан сияқты ешкім азап шеккен жоқ. Сіздің әкеңіз жаңағы жетімдер үйінде өскенімен Ахметтің қызы ретінде Шолпан айдалған сияқты сіздің әкеңіз айдалған жоқ. Ал бұл жерде егер кім сондай қатты қудалау көрсе, ол Шолпан Ахмет қызы. Ахмет қызы деген атауды алып жүрген үшін талай азапты күндерді басынан өткізді. Ал сіздің әкеңіз Ахметтің ағасы Кәкіштің атына жазылып кеткендіктен дәл ол кісі көрген қудалауды көрген жоқ. Сіз бізді үкіметке өткізіңіз. Бірақ Серік Самратұлы Райхан Сақыбекқызын жүре тыңдап келісім бермейді. Сөйтіп Райхан Имахамбет музей үйдің тағдырына алаңдап, жан-жаққа хат жазып, тығырыққа тіреліп, проблеманы шешудің жолын таппай жүргенде тағы бір сынақ басталады. Бұл өте күрделі әрі күрмеулі мәселе еді. Тарихты былай парақтап жіберетін болсаңыз, 2005 пенен 2007 аралығында үлкен шу болды. Азамат деген жігітті бәріңіз білулеріңіз керек, Кеңесұлы. Азамат Кеңесұлы бір күні СТВ-да, ол кезде рахат еді ғой, хабарласып айтады: Райхан апай, музейіңізге елік етпесеңіз, ол жерді 5 жұлдызды қонақ үйге айналдырғалы жатыр деген әңгіме айтты. Дәл сол кезде 2005-тің аяғы 2006 бізде үлкен айқас басталды. Бұл дауды бұқаралық ақпарат құралдарының көбі жазады, айтады. Зиялы қауым арасынан Тұрсынбек Кәкішев араша түсіп, проблеманы сол кездегі қала әкімі Иманғали Тасмағамбетовке жеткізеді. Үйі азып тозып тұрғанына қоймай, енді оны кері тартып алғалы жатыр деген әңгіме шығып жатыр. Бұл қалай? Жалғыз ана сол жерде отырған сары қызға керек па? Шыр-шыр етіп кеше ол маған хабарласып жылап тұр деп айтыпты. Содан Иманғали Тасмағамбетов келесі күні келді, көп ұзатпай. Ахуалдың бәрімен танысты. Ахметтің артынан қалған 70%-ық заты жоқ. Мына жерде мына үйді музей ретінде ұстап тұруға құқыларың жоқ деп сөйлеп отыр ғой деп едім. Оны айтып жүрген кім? Екінші рет мұндай әңгіме қозғалмайды деді да, бір демеушілерді тапты. Мына Райхан не айтады? Соны жасайсыңдар, мына музей үйді не керек барлығымен қамтамасыз етесіздер деп өкім берді. Сөйтіп 1998 жылы аяқсыз қалған жөндеу жұмыстары әкімнің өкімінен соң 8 айда реттеледі. Музейге су да, жарық та қосылады. Коммуналдық қарыздарының бәрі өтеледі. Бірақ қала әкімі ауысқан соң Райхан Имахамбет тағы да түрлі қиындықпен бетпе-бет жалғыз қалады. Бірақ мойымайды, музейді тастап кетпейді. Қажып шаршағанда оған күш берген, жігер берген Шолпан Ахмет қызының аманаты және Ахметтей ұлт ұстазына, қазақтың болашағы үшін шырылдап, жазықсыз құрбан болып кеткен қамқор қайраткерге деген құрметі еді. Ахмет Байтұрсынұлының тікелей тұқымы жоқ, ұрпағы жоқ. Бірақ бауырына салып алған аумат
Қазихан, Шолпан атты балалары болды. Менде мынандай сауал туады: неге осындай тұлғадан тікелей ұрпақ жоқ? Неге деген сауалды мен өзіме сан рет қойдым. Оған жауап таптым. Сосын Алла тағала менің түсінігімде жер бетіне адамды жібергенде олардың әрқайсысының миссиясы дейді ғой, қызметін анықтап қояды. Ахмет Байтұрсынұлының миссиясы адасқан, артта қалған ұлтына жол көрсету болған сияқты. Өзіңіз ойлаңызшы, қырғыз атанып тұрған ұлтыңа қазақ атын кері қайтарып беру. Озып кеткен елдердің жазуының етегінде жүрген жұртыңа ұлттық болмыстағы жазу жасап беру. Кімге бұйырды? Ахметке ғана бұйырды. Райхан Имахамбеттің еңбегі ақталды. Ол Ахметтің музей үйін мемлекет балансына өткізуге 2002 жылы кірісіп еді. Беті қайтпай, тауы шағылмай 19 жыл арпалысты, жүгірді. Араға 19 жыл салып, мәселе шешімін тапты. Рухани көсемнің 150 жылдық мерейтойы қарсаңында Ахмет Байтұрсынұлының музей үйін Алматы қаласының әкімдігінің балансына сатып алу туралы үкім шықты. Бұл 2021 жылғы 13 қазан болатын. Бұл күн Райхан Имахамбеттің мақсаты орындалған, арманына қол жеткізген жеңісті күні болатын. Қоғамға өзіңнің пайдаңды келтірем деген адамға уақыт жетеді. Қоғамдық жұмыспен біз мектеп жасынан айналыстық. Сол себепті де болар, қоғамдық жұмыс дегеннен біз аса шоши қоймаймыз. Сосын өміріміздің әрбір сағатын, минутын, қызметіміздің өзін ақшамен бағаламаймыз. Менің замандастарым көпшілігі сондай. Райхан Имахамбеттің ғылыми жұмысының тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмыр баяны. Осы еңбегінің негізінде ғасыр саңлағы атты монографиясын шығарды. Сол кітапты оқып, редакциялаған ғалым Тұрсынбек Кәкішев Райхан Сақыбек қызына өте жоғары баға береді. Редактор болды, қолжазбаны оқып шықты. Сол кітаптың презентациясында оға дейін өзіме айтпап еді. Сол көптің алдында ол кісі: мен Райханды шырақшы деп айтқым келіп отыр. Мен Райханды және қыз балаларды мына ғылымға жегу обал. Бұл кісілердің негізгі тірлігі жаялық деп ойлаушы едім. Сөйтсем мен қате ойлаппын. Қыз балалардың жиған жүгі сияқты мына ғылымда да рет-ретімен жасайды екен деп өзім риза болып. Райхан Сақыбек қызы аманатқа адал, уәдеге берік тұлға. Ол ғалым, рухани ұстазы Тұрсынбек Кәкішевке де уәде береді. Тақырыбына қатысты ғылыми дәйек, дерек болса да сенсация үшін, жаңалық үшін сөзінен айнымайды. Ғылымда мен сенен өтінетін екі зат бар деді. Сосын айтыңыз ағай деймін ғой, сөзсем айтады: бұл алаш арыстарын олардың өкше басарларымен кереғар пікірге қойғызып, әңгіме жаза бастаған орта табылды. Оларды қаралағысы келетін жастар табылып отыр. Сендер қаралауға құмар болмаңдар. Мәселен, Ахметпенен Сәбитті кері қойғысы келеді. Ахметпенен Сәкенді кері қойғысы келетін орта табылды. Олардың ортасы, дәл олар өмір сүрген ортада, сіз бен біз өмір сүретін болсақ, олар істеген тірлікті біз де істеуіміз мүмкін. Сен шаман келсе жақсылықтың жаршысы бол. Ал олардан күнә іздеме деді. Осыған уәде бере аласың ба деді. Тағдырдың адамды таң қалдыратын тартуы таусылмайды ғой. Ғұмырын Ахметтей алаш ардақтысын тануға, зерттеуге, оның мұрасын сақтауға арнаған Райхан Имахамбеттің өмірлік жолдасы да Ахмет туған топырақтан. Екеуі Ахметтің туыстары жасаған тойда танысады. Әйел ретінде мен осы тұрмысқа шығуым керек еді ғой деген ой болмапты. Мен тұрмысқа өте кеш шықтым, 37-де шықтым. Енді тағы да қызық тақырып. Ахмет Байтұрсынұлының туған өлкесі Ақкөлде туған азаматқа тұрмысқа шықтым. Ахмет Байтұрсынұлының бір туыстары той жасаған кезде сол тойда таныстық. Менің етегінен ұстаған ер азаматым отбасылы болған, әйелі марқұм болды. Одан кейін сөз салғаннан кейін айналама қарасам, мен де бір талайға келіп қаптым демекші.
ой, тұрмысқа шығу керек екен ғой деп ойладым ғой. Сосын әрине жүрексіндім, бірақ ол кісіге сендім. Маған қалай сіз қысылмай сөз салдыңыз десем, Райхан саған сөз саларда осының жігіті бар ау, әлде тұрмыс құрып ажырасқан ба деген ой болмапты менде дейді. Әйелім өмірден озғаннан кейін өзінің 2 қызы бар, үлкені Әлия, кішісі Ләйла. Солар келіп айтты дейді, әке, сен бұлай жүрме, сен өзің көзің түскен қыз, болмаса көзің түскен келіншек болса үйлен. Біз өз алдына отбасымыз, саған үнемі келіп жәрдемдесуге шамамыз келмейді. Серігіңді тап, анамыз сізге разы деп айтыпты. Содан бұл кісі жыл бергеннен кейін маған үйленді. Ол кісіге мен 3 мәселені ашып айттым. Тұрмысқа шығар кезде керісінше сені алғалы отырған ер азаматың саған талап қояды ғой біздерде. А мен керісінше ол кісіге талап қойдым. Ол кісіге айттым, бірінші кезекте менің сүйіктісім Ахмет Байтұрсынұлына қатысты тақырыппен үнемі айналысуыма мүмкіндік бересіз бе дедім. Әлбетте, мен торғайлықпын ғой деді. Екінші, марқұм болып кеткен жұбайыңызбен ешқашан салыстырмайсыз дедім. Үшінші, менің ата-анама тіл тигізбейсіз. Егер анама тіл тигізетіндей жағдай болатын болса, таңдау менде біреу. Осы 3 тілегімді орындасаңыз, мен сізбен сіздің алдағы өміріңізде бірге болуға уәде етемін дедім. Райхан Сақыбек қызының жолдасы Хайдар Бәйдібекұлы ол қойған 3 талапты да орындауға уәде береді. Міне осылайша тағдыр оны өзі сияқты сөзге берік, адал азаматпен қосады. Хайдар Бәйдібекұлы ғалым келіншегін күйбең тірліктің тезіне салмайды, ыдыс-аяқ, қазан-ошақ төңірегіне байламайды. Ортамызда өкініштісі бала жоқ, қамшы ұстардың өмірге келгені сонша қалады, бірақ бай мен бала Құдайдың бұйрығымен дейді ғой. Алла тағала маған отағасын бұйыртқанмен перзент сүю бақытын бұйыртпапты. Перзент сүймесем де менің Қазақ ұлттық университетінде Әл-Фараби атындағы сабақ берем ғой. Сол жерде тұңғыш түлектерім бар. Қазіргі кезде де кураторлық тобым бар. Олардың әрқайсысы балам сияқты болып кетті. Одан бөлек өзімнің айналамда да, сосын бұл кісінің айналасында да бізге бала бергісі келгендер болды. Бірақ Алладан бала деп біреудің аналық бақытына мен қол сұққым келген жоқ. Жиенімді Оспанәлі, оның келіншегі Ақнұрды қасыма алып айттым. Бізге Торғайдан да бала берген, оның аты Дархан. Дар деген Қайдардың дары, хан деген менің буынымнан алып берген. Ол балаға да біз ауыз салмадық, өйткені ол бәрібір ертең шыққан жерін іздейді. Біздің дұрысы сендерге өкіл әке, өкіл шеше ретінде, кіндік әке, кіндік шеше ретінде қамқорлығымызға алайық. Бірақ аналық мейірімдеріңнен ана баланы айырмаңдар. Ат бер дедім, есім берейік Ахмет Байтұрсынұлының құрметіне. Ахмет және оның жұбайы Сафаны қосып, осы Ахмет Сафа деген ат берсеңдер, осы бала келешекте бізге серік болуға жарайды дедік. Сосын жаңа Торғайдан берілген бала бар ғой, Дархан. Сол Дархан екеуін екі жақтап бізді алып шығады деп сеніп отырмыз. Кейіпкерімді тыңдап отырып, оның даналығына, өзінен бұрын өзгені ойлайтын жанкештілігіне, қамқорлығына басидым. Ішкі тірегінің мықтылығына, мойымайтын қайсарлығына тәнті болдым. Оның айналасындағылар да Райхан Имағамбет қызының осы қасиетін тамсана айтады. Адамгершілік қасиеттерін тоқтайтын болсам, ол ақ жарқын, аңқылдақ, арт жағында ешқандай бір пайданы көздемейтін байқауға болады. Өзінің қалтасындағы ақшасын осы бір іске жаратуға, жаңағы жұмсауға дайын тұратын, өзіміз көзімізбен көріп те, естіп те жүрміз. Үлкен ұлыммен ортаншы ұлымды алып кетті, мен оқытам. Үлкен ұлым, сосын кейін қызым, одан кейінгі үшеуі соның қолында болды. Райхандардың қолында болды да, қолында өсті. Балдарым жақсы тәрбие алды. Алматыға келгенде жаңа екі ұлым да кеткені, сонда әпшіммен жездем артына кесін деген екен ғой сонда. Мен де келдім ғой, жұмыс бабымнан ауысып келдім. Райхан кішкентай әпшіде тұрады, мен де тұрдым бірге. Өте бауырманшыл болатын. Райхан Сақыбек қызымен сұхбаттасып отырғанда
сан сауалға қамалдым. Кейіпкерімнің осынша жанкештілігі ақталды ма екен? Лайықты бағасын алды ма екен? Бұл құрбандықтан өзіне зиян келмеді ме екен? Әйел бақыты дегеннің кілті неде? Әйел бақыты дегеннің өлшемі, талабы, шарты бар ма? Әйел ретінде бақыттымын деп айта аламын. Бақыт деген ол не? Бақыт деген біздің тірлікте түзу жұмыс істеуіміз. Алла тағаладан мен бір зат сұраймын. Таңертең тұрған кезде, жатарда да, Алла, адастырмайтын ақыл берші. Ешкімге кінартпайтындай өре берші. Алла, өмірімді қанша ғұмырлы етсең де, сүйіп істеп жатқан кәсібімнен соңына дейін кәсібіме адал болуға нәсіп етші деп сұраймын. Отағасына денсаулық сұраймын. Ахметтің өміріне қатысты екеуміз авторлық деді ғой, қос автор ретінде екі дүние шығардық. Менің жекелеген еңбектерім шығып жатыр. Артыңда кітап, ғылым, ілім қалған адам ешқашан өлмейтініне мен сенемін. Өйткені Ахметтер де тікелей ұрпақ болмаса да, оның іздеушісі тек қазақ жұрты емес, түркі жұрты. Әлемдік деңгейде тіпті Америка ғалымдары да жазып отыр ғой. Демек, әйел бақыты дегеннің нақты шаблоны жоқ. Әр әйел өз мақсат мұратының шыңына жетсе, өзі таңдаған жолдың дұрыстығына сенімді болса, бәлкім әйел бақыты деген осы. Егер бұл пайымға салсақ, Райхан Сақыбекқызы шын бақытты жан. Расында күллі қазаққа құрметті, алашқа аяулы Ахметтей тұлға туралы ғылыми еңбек жазу, Ахметтен қалған мұраны зерттеп сақтап болашаққа өткізу, Ахметтің қызы қалдырған аманат жүгін қайыспай абыроймен көтеру әркімге бұйырмайтын бақыт.